Армысыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі күндеріңізге керемет бір көңіл-күй тілеймін. Мына алдарыңызда қайырлы күн деген әдемі ауа райының көрінісіне қарай бір-бірімізге жақсы әдемі тілектен бастайық. Олай болса, Ерназар, қасыңызда достарыңызға қандай тілек айтар едіңіз? Жақсы, сіздерден біреу? Жақсы. Бүгінгі сабақта жақсы Яғни, қазіргі 21-ші ғасырдың жастарының басты қаруы білім, сонда сіздерге білім шыңында тек қана биіктерден көріне беріңіздер деп әдемі тілек айтқым келеді. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбына қараңыздар. Қазақстандағы этногенез және этникалық процестер. Олай болатын болса, құрметті оқушылар, осы жаңа тақырыпты бастамас бұрын бұған дейінгі алған білімдеріңізді пайдалана отырып, шамалымен интервью әдісі арқылы 3-4 сұрақ қойғым келеді. Бірінші топтан бастайық. Бірінші сұрақ сіздерге: этнос дегеніміз не? Этнос дегенде қысқаша айтқанда ол немесе халық деген бар. Жақсы, келесі екінші топқа сұрақ: этносқа қандай мысал келтірер едіңіздер? Этносқа қандай мысал келтірер едіңіздер? Әнуар? Яғни, егер біз дүниежүзінің саяси картасына қарайтын болсақ, әлемде 300-ден астам этностар тұрады да, 200-ден астам мемлекеттер өмір сүреді. Жақсы. Олай болса, үшінші топтың бір оқушысына сұрақ қойып көрейік: Қазақстанда қанша этнос тұрады? 130-дан астам. Жақсы, Қазақстанда 130-дан астам этностар тұрады. Олай болса, соңғы бір сұрақ қойып көрейік: жалпы этностың өзіне тән белгілері қандай? Бір ұлт болып, бір халық болып қалыптасу үшін оның өзіне тән белгілері қандай? Бірінші белгісін айтып жіберсеңіз. Түр сипаты сіздерде? Сіздерде? Тілі, қоныстанған жері, бір ортақ жер, салт дәстүрі, діні, мәдениеті. Міне осы дүниелердің барлығы неғылған кезде, ұқсаған кезде, бір ортаға жиылған кезде, бір топқа айналған кезде, бір халық неғылады екен, қалыптасады екен. Тамаша. Олай болса, әрі қарай бүгінгі сабақтың енді сабақты бастап алдық әдемі көңіл күймен. Енді біз осы сабақтың оқу мақсатына қарап жүрейік. Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру үшін антропогенез, этногенез, этнос ұғымдарын пайдалану арқылы біз не қыламыз? Бүгінгі өзіміздің осы білу және түсіну арқылы жаңағы пайдаланамыз, оны түсінеміз және Қазақстан аумағындағы халықтардың этникалық үдерістерінің кезеңдерін түсіндіретін боласыздар. Яғни қазақ халқының қалыптасу деген үлкен тарауды бастай отырып, біздің негізгі осы өзіміздің қазақ деп аталатын ұлтымыз қалай қалыптасты, ол халық болып қалыптасу процесті қай дәуірден бастады және ол осы кезеңде қай ғасырда осы процесті аяқтады, ол өзінің басынан қандай кезеңдерді өткізді деген негізгі мәселені білу үшін мен сізді 3 топқа бөле отырып, сіздерді 3 тапсырма беріп отырмын. Бірінші топқа сіздерге ежелгі және ерте кезеңдегі қазақ халқының қалыптасуы қандай кезеңдерден өтті, сіздерге түркі кезеңінде Қазақстанның қалыптасу кезеңі қалай өтті, және сіздерге моңғол заманынан кейінгі қазақ халқының, моңғол шапқыншылығынан кейінгі қазақ халқының қалыптасу процесі қалай өтті деген осы 3 процесті сіздер постерге қазір толықтыратын жұмыс жасайтын боласыздар. Жұмысты топтық жұмыс түрінде жасайсыздар. Сіздерге қазір 15 минут уақыт беріледі. Мына топтық жұмыс деген түсіріп алып. Яғни сіздер қазір мынандай дағуға болады. Түркі дәуірі 6-шы және 13-шы ғасырда қамтиды. Жалпы түрік халқының пайда болуын айтып кетсек, 6-шы ғасырдың Орта Азия түркі тілдес тайпалары үстемдік етіп, түркі қағанаты құрылды. Бұл мемлекеттің көптеген көшпелі және отырықшы тайпалары кіреді. Түркі тілді аймақтың негізі тіліне айналып, этникалық процестің негізін қалады.
тайпалардың этностық өзгерістері бізде түркі дәуірінен басталды. Және де түркі дәуірде Қазақстанның және Орталық Азия бұл кезеңде Орталық Азия мен Қазақстанның территориясына түркі тілдес халықтардың қалыптасуы жүрді. Қазақстан аумағында ежелгі кезеңнен бері көптеген тайпалар өмір сүрді. Олар біздің тарихи маңызды рөл атқарды. Кеште халықтар бүкіл біздің жақсы. Және де түркі дәуірінде Қазақстанның этникалық құрамына түбегейлі өзгеріс әкелді. Және де осы халықтардың бірігуінен жалпы үш негізгі фактор бар. Олар ең бастысы мәдениет, яғни мәдениет жағынан бірге мәдени жағынан бірге қалыптасады. Және де ең бастысы шаруашылықтарына байланысты, және де өзінің тілдеріне ұқсастықтарына байланысты қалыптасады. Және де түркі тайпаларының қоныс аударуына ең бастысы және де этносаралық араласулар, саяси ықпал және ислам дінінің таралуына байланысты. Бұл кезеңде түркі тілдес халықтар осы аймақта басым күшке ие болып, олардың араласуының нәтижесінде қазіргі қазақ этносының негізі қаланды. Жақсы, олай болса артыңызда тұрған картадан қандай нәрсе қосар едіңіз, Хабиба? Осы жұмысыңызға, иә? Ең бастысы мына жерде айтып кететін болсақ, қазақ этносының жалпы қалыптасуына қыпшақтардың оғыздардың және қармақтардың өзінің басты ықпалдарын әсері болды деп айтуға болады. Өйткені картадан көріп тұрғандарыңыздай, кезінде біздің осы түркі тілдес халықтардың өмір сүрген жері Алтайдан Еділге дейінгі аралықта Дешті қыпшақтардың даласы деп неғылды аталды. Өздеріңіз бағана айтып кеткендей, бұл процесс 6 ғасыр мен 13 ғасырдың арасындағы біздің қазақ болып қалыптасуымыздың түркілік кезеңі деп айтуға болады екен. Өте жақсы, рахмет. Не қыламыз? Қош келдіңіз. Жақсы. Ежелгі дәуірде Қазақстан аумағында әртүрлі тайпалар мен этникалық топтар өмір сүрген. Оларға сақтар, ғұндар, үйсіндер, жайлы қауымдар жатады. Уақыт өте келе тайпалар бір-бірімен араласып, этникалық құрам өзгере бастады. Ой, тамаша. Сақтар ежелгі Қазақстанның аумағында өмір сүрген тайпалар. Сақтардың мәдениеті адам бейнесінің өзгеруіне әсер етті. Сақтар өз өмірінде жануарлар бейнесін жиі қолданған. Сақтар кезеңінде адам бейнесінің символикалық мәні өзгеріп, кейбір киімдер әшекей бұйымдары арқылы адамның бейнесін сипаттауға тырысты. Жақсы, рахмет. Енді осы шетте бірінші топтың жұмысына тек қана Қазақстан жерінде, темір дәуірінде сақтар ғана өмір сүрді ма? Қосып жеріңізші? Сақтардан бөлек Қазақстан аумағында түрлі тайпалар қоныстанған, және олардың біріне массагеттер, исидондар, аримаскалар, аргиппилер, сарматтар және тағы басқа тайпаларды қосылды. Егер сіз Айнагүл қандай тайпалық одақтарды айтар едіңіз? Қазақстан жерінде өмір сүрген, біздің қазақ халқының негізін қалаған, бүгінгі таңда ұлы жүздің құрамында тұрған қандай тайпаларды айтар едіңіз? Жетісуда өмір сүрген тайпалық одақтар. Жоқ, Қазақстан жерінде, темір дәуірінде өмір сүрген. Кімдерді қосамыз сақтардан басқа? 5 тайпалық одақ. Жоқ, сақтардан басқа Қазақстан жерінде өмір сүрген қандай тайпалық одақтарды білеміз? Әнуар, қош келші. Қазақстан сақтардан басқа бізде сақтардан кейін үйсіндер өмір сүрді. Үйсіндер өмір сүрді, сосын? Үйсінде қаңлылар. Қаңлылар, ғұндар. Міне осы тайпалық одақтардың өзі де қазақ халқының қалыптасуына үлес қосқан. Тіпті соның ішінде үйсіндер мен қаңлылар бүгінгі таңда ұлы жүздің құрамында деп айтуға. Рахмет, өте рахмет. Жақсы, сіздерге. Біздің топ моңғолдық дәуірдегі Қазақстанның этникалық өзгеру кезеңін зерттеген болатын. Жалпы моңғол шапқыншылығы кезеңінде қазақ жерінде қыпшақтар, наймандар, керейіттер және де басқа да түркі тайпалары өмір сүрген болатын. Және де моңғолдықтардың келуімен біздің жергілікті этникалық өзгерген болатын. Және де Қазақстанның жері ұлы моңғолдық империясының құрамына кірді. Тамаша. Динара. Моңғолдар келуімен түркі халқының нәсілі өзгерген, салт дәстүрі мен мәдениеті өзгерген. Қазақ хандары Шыңғыс ханның ұрпақтары болды және де. Қазақ хандары Шыңғыс ханның ұрпақтары болды. Болашақ қазақ халқының
әсер етті. Олай болса, ана арт жақтарыңызда тұрған картаны пайдаланып, не нәрсе осы сөздеріңізге қосар едіңіздер, шамалы былай? Жалпы айтып кеткенімдей, моңғол шапқыншылық кезеңінде моңғол империясы құлағаннан кейін осы қазақ жерінде 3 ұлыс пайда болған. Жошы ұлысы, үгедей ұлысы және шағатай ұлысы болды. Жалпы жошы ұлысының алтын орда мемлекеті құрылған болатын. Одан кейін алтын ордадан кейін әбілқайыр хандығы, ноғай ордасы, Моғолстан сияқты мемлекеттер болды. Енді осы картаның бетіндегі қай мемлекеттердің қалыптасу біздің қазақ хандығының қалыптасуына әсер етті деп ойлайсыз? Нақты осы жердегі ең қалыптасуына әсер еткен бұл әбілқайыр хандығы мен Моғолстан мемлекеті. Дұрыс айтасыздар. Яғни екі хандықтың арасындағы келісім шарт біздің болашақ бүгінгі мемлекетіміздің ірге тасын қалады деп айтуға болады. Яғни сіздерге көптен көп рахмет, қошеметтер орындарына. Жалпы бүгінгі сабақтан мен не үйрендім? Осы сабақтан жалпы біз моңғол кезеңін зерттеген болатынбыз, моңғол шапқыншылық кезеңін. Осы жерден біз көптеген моңғол шапқыншылығын әртүрлі мемлекеттер құралған, оның ішінде қазақ халқында үш ұлыстың құрамында болған, алтын орда мемлекеті болған, және де әбілқайыр хандығы, Моғолстан, ноғай ордасы секілді мемлекеттер қазақ жерінде құрылды. Және де осының арасында көптеген шиеленістер болып, қазақ хандығының хандары Керей мен Жәнібек бөлініп, осы қазақ хандығының құрылуына ықпал еткенін. Қиындық тудырды ма сізге? Жоқ, жалпы осы тақырып маған қиын болмады, себебі ең бірінші бұл сабақ мен үшін өте қызықты болды. Жақсы. Рахмет. Мен бүгін не үйрендім? Не білдім? Жалпы бүгінгі сабақта біз қазақ хандығының, жалпы қазақ этногенезінің қай тайпалардан, қай мемлекеттерден құралғандығын білдік, үйрендік. Және де маған қиындық туғызған болған жоқ, өйткені біз осы тақырыптарды өткен болатынбыз. Жақсы, рахмет. Айнагүл, қысқа. Мен не үйрендім дегеннен бастаңыз. Жалпы менің үйренгенім, менің тіліммен бірге жасаған түркі дәуірі туралы. Түркі дәуірінде көптеген тайпалар құрылғаны және де олардың этностарының тілдері, діндері ұқсастығы туралы үйрендім. Қиындық болған жоқ, себебі бұл тақырыптар біз 6 сыныпта өттік, сол себепті бұл тақырыптарға жай шолу түрінде жасадық. Жақсы, рахмет. Сіздердің бүгінгі жұмыстарыңызға үлкен рахмет айта отырып, бүгінгі тақырып бойынша сіздерге қазіргі заманда халықтардың этникалық процестері жүріп жатыр ма деген тақырыпта 200-250 сөзден тұратын эссе жазып келу үй тапсырмасы ретінде беріледі. Сабағымыз осымен аяқталды. Сіздердің еңбектеріңізге жоғары балдар қойылады. Рахмет.